Барлығыңа сәлем, сіздермен бірге мен Мики. Бүгін біз неге Айшуаққа көп қыздар жақсы көретінін айтатын боламыз. Ендеше кеттік. Өйткені бірінші себептен Айшуақтың өзімен танысып кетсек, Айшуақтың толық аты Айшуақ Сейтақаппар болады. Және де ол 2007 жылы дүниеге келген. Енді туған күнін нақтырақ ұмытып қалдым, сәуірдің 27-сі примерно. Бірінші себебі Айшуақтың іскені сүйкімді болып келеді. Өздерін де қаранар қандай сүйкімді дейсің ғой болғанда. Және де көбісі бірақ та дейлінде подписчиктері екесе көп болып келеді. Яғни дейлін 200 мың құтты болсын. Егер де дейлін жайлы мәліметтер білгің келсе, оны комментарияға жазып кетіңдер. Ал ендеше негізінде Айшуақтың іскені сүйкімді және де ол подписчиктерін де қатты жақсы көреді. Өйткені ал екінші себебі Айшуақ неше түрлі киноларға түседі. Яғни кино студия мейрамға түседі және де барлығы жақсы көретін кино сол бекетке түскен. Бұл жақсы батыпты, барлығы шулап кетті. Айшуақ киноға түсті деп бүкіл видеосына жазып шығатын. Әрине бірақ та көбісінде дейлінде подписчиктер көп болады, бірақ та мен достарымның барлығы Айшуақты жақсы көреді. Әрине женсілерден басқалардың бәрі. Әрине бұл деген күшті, тіпті көп видеода Айшуақ любой қызға сына береді. Яғни мысалы дейлінде видеоларын көрген шығарсыңдар, неше түрлі оған пранк жасады, ал Айшуақ болса оған үнемі алданып жүре беретін еді. Бірақ та Айшуақ байғұс оған үнемі алданып жүреді. Неге алдайсыңдар байғұста? Жүрегім жаралап. Негізінде Айшуақ жайлы мәліметтер осындай. Енді оны жүрсек, ол қатты қорқып қалған кезде немесе шошынып қалған кезде ол талып қалатын әдеттері бар. Өздерінде видеолардан көріп жүрген шығарсыңдар. Және де Айшуақ кейде реакциясы жоқ болып қалады, үндемей. Сонысы бір түрлі. Және де Айшуақ тек қана бір киіммен жүрмейді. Кейде қара спортивкасы бар киіммен жүреді, кейде костюммен, өздерін көріп тұрсыңдар. Және де Айшуақ фотоға түскенді жақсы көреді. Әртүрлі форматтарда фотоға түседі. Былай болады, немесе былай түседі. Және де Айшуақ адал болып келеді, барлығына адал. Тіпті подписчиктеріне де адал болып келеді. Әрине барлығы оны білетін шығар. Ал дейлінді айтайын ба? Оны жазып кетіңдер. Негізінде барлығы Айшуақты жақсы көреді. Жақсы, онда мен де Айшуақты жақсы көремін, подписчик ретінде. Келесі жолы кім туралы айтайын, соны комментарияға жазып кетіңдер. Сіздермен бірге болған мен Мики, сау болыңдар.